Ал бісміллә деп бастаймыз. Сәлеметсіздер ме ата-аналар? Біз интенсив сабағымызды жалғастырайық. Бүгін уәде етілгендей БМК принципін талқылайтын боламыз. Жалпы жаттығуларды неден бастау керек, балансты қалай дамыту керек, мануалды әдеттерді қалай дамыту керек, қозғалысты қалай дамыту керек, осы тақырыптарды талқылайтын боламыз. Және мен сіздерге практика жаттығуларды беретін боламын. Маңызды бір нәрсе осы жерде көп қайталау. Алғашқы 6 жылда физикалық әрекеттерді көп қайталау арқылы біз баланың миын дамытамыз. Сол арқылы бала жаңа ақпараттарды, жаңа әдеттерді тез үйренетін болады. Егер сіз физикалық әрекеттерді қайталамай, маңызды уақытты өткізіп алсаңыз, осы қиындықтарды бала ертең үлкен өмірге де, мектепке де алып барады. Әлемдік мектептер 30 жылдық тәжірибемен балаларды қалай дамытады? Біз осы бағдарламада әлемдік ғалымдардың, логопедтердің, педиатрлардың, ұлы музыканттардың бағдарламасына сүйенетін боламыз. Сіздер мұна тізімін көре аласыздар. Ал кеттік БМК принципі. Балансты дамыту арқылы біз вестибулярлы аппаратты дамытатын боламыз. Ол бізде ішкі құлақ ішінде орналасқан болады, және сезім мүшелеріне жақын орналасқан болады, және маңыздысы 6 ай мен 14 айдың арасында өте қарқынды дамитын болады. Вестибулярлы аппарат неге әсер етеді? Ол жүруге, қозғалуға, дененің координациясына және спорттың кез келген түрімен айналысуға пайдасы болады. Дамудағы мишықтың рөлі қандай? Мишық суретте көрсетіліп тұрғандай біздің диспетчеріміз секілді бүкіл мидың бөлігімен байланыстырады. Мишық сезім мүшелері арқылы келген ақпараттарды өңдейді, ал бұл ақпараттар қозғалыстың дұрыс болуына және тәртіптің дұрыс болуына көмектеседі. Енді жаттығуларымыз біздің активті, пассивті болып бөлінеді. Активті бала өз бетімен жасайтын жаттығулар, пассивті сіз баламен бірге жасайтын. Алғашқы ай мен 18 айға дейін пассивті жаттығулар, 18 айдан бастап активті жаттығулар. Пассивті жаттығуларды өткізіп алған, өзінің қатарластарын қуып жету үшін басынан бастайды жаттығуларды, вестибулярлы аппаратты дамытады және мишықты дамытады. Мына суретте көріп отырғандай баланстың активті дамуы. Яғни бұл жерде жаңа айтып өткенде бала өзі жасайтын болады. 18 айдан бастап бала өзі жасайтын болады. Ата-ананың рөлі қандай бұл жерде? Сіз тренер болып, сырттан қадағалап отырасыз және оның қауіпсіз жағдайын жасайтын боласыз. Жалпы осы бағдарлама көлемінде балансты дамытатын активті және пассивті жаттығулардың 200-ден астам түрлері бар. Біз оны практикалық сабақта көбірек өтетін боламыз. Осы жерде бір өте күшті нәрсені айтқым келіп отыр. Сіз балансты, вестибулярлы аппаратты дамыту арқылы балаңыздың миының 25-30% дамуына көмектесетін боласыз. Ал бұл балаңыз үшін өте үлкен бонус болып есептеледі. Ал енді практикаға көшсек, жаттығуларды бастаймыз. Суретте көрсетіліп отырғандай қарапайым турник, үйіңізде турник болса ол тіпті жақсы, немесе трапеция, яғни сіз айналдыру арқылы баланың вестибулярлы аппаратын дамытатын боласыз. Екінші жаттығу фитбол арқылы. Фитболды алдыға, артқа, оңға, солға, яғни тағы бір айтып кететін жай, вестибулярлы аппарат бір бағытта ғана дамымай, оны жан-жақты бағытта дамыту керек. Осы жерде кейбір ата-аналар сұрайды, әткеншек, коляска дейміз, олар вестибулярлы аппаратты дамытады ма? Олар толығымен дамытпайды. Себебі олар тек қана бір бағытта ұшатын болады және айдайтын болады. Сіз вестибулярлы аппаратты дамыту үшін жан-жақты бағытта айналдыруыңыз керек. Келесі суретте көріп отырғаныңыздай, яғни айналу. Барынша айналу. Біз балаларымызбен жасаймыз, балаларыммен вертолет деп ат қойып алған. Осы вертолет жаттығуын тіпті балам өзі қатты жақсы көреді. Бастапқыда 30 секунд айналдырасыз, 5 секунд демаласыз. Тағы 30 секунд кері бағытта айналдырасыз, 5 секунд
тема аласыз. Өзіңізге қалай ыңғайлы, қанша уақыт жасайсыз? Негізі 2 минуттан аспау керек. Ары қарай кеттік. Мануалды әдеттер ұсақ моториканы дамытады, зеректікті дамытады, елестетуді дамытады, есте сақтауды дамытады, сөйлеуді дамытады және байқағышты внимательностьті дамытатын болады. Мануалды әдетті қалай дамытамыз? Кез келген дақылдарды жинайсыз, сорттайсыз, үйіңізде қандай ойыншықтар бар, яғни топқа біріктіресіз. Бала осылай жұмыс жасаған сайын оның мануалды әдеті дамитын болады. Жаңа айтып өткендей, мануалды әдет дамыған бала сөйлеуінде қиындықтар туындамайтын болады. Ары қарай беймануалды әдеттерді қалай дамытамыз? Яғни бала 6 айдан бастап қолына қасық береміз. Кішкене үйренгеннен кейін қолына вилка қоссақ болады, пышақ қоссақ болады. Осылай оның 2 бағыты бірдей дамитын болады. Беймануалды әдетті мына суретте көріп отырғандай тік баспалдақпен де дамытсаңыз болады. Аяғын қоюды үйренетін болса, бала баспалдаққа аяғын қоюға концентрациясын жасайды. Ол кезде бала миында жаңа нейрондар түзілетін болады. Бала қозғалған сайын жаңа нейрондар түзілетін болады. Және баланың қозғалғандығы тікелей интеллектісімен байланысты болады. Бала дамуының жалпы 7 сатысы бар. 7 сатысына бала қозғалған сайын, қозғалысы көп болған сайын, бір сатыдан екінші сатыға өтуі тезірек бола бастайды. Жастықтар қойып қоясыз, бала өзі аяқтарын қояды, қозғалады, шығады, түседі. Яғни шығып түскен сайын балада жаңа нейрондар пайда бола бастайды. Және маңыздысы, ұмытпаңыз, көп қайталауымыз керек. Көп қайталаған сайын баланың нейрондары қалыңдай бастайды. Осы жерде бір қызық мен айтып кетейін. 5 жасында баланың миында чистка, тазалау болады. Керек емес нейрондардың барлығын тазалайтын болады. Жүзу барлығымыз білетіндей тыныс алуды реттейді, миды оттегімен толықтырады. Енді осы арада егер сіз баламен бірге жүзетін болсаңыз, мама, бала бірге эмоционалды дамуда пайда болатын болады. Бір-біріңізді сезесіз, құшақтайсыз, яғни тактильді ощущение арқылы өзіңізге эмоционалдық байланысты орнататын боласыздар. Балада ерте жастан көп қозғалыс болған сайын интеллектісі дамитын болады, және балада алдыға мақсат қоюшылық пайда бола бастайды. Яғни 1 рет жасап көрді, 2 рет жасап көрді, менің қолымнан келеді, маған ата-анам дұрыс көмектесті, дұрыс бағыт-бағдар берді, соның арқасында мен осыны жасай алдым. Яғни ол балада өзінің бойында сенімділік пайда бола бастайды. Енді қараңыз, бала дұрыс дамумен айналысып жүрген бала жаңа заттарды жасап үйреніп қалады. Ана затты жасайды, мына затты жасайды. Яғни одан қорқыныш сезімдері болмайды. Жасап көреді, қолынан келмесе тағы да жасап көреді. Яғни ол балада мен жасай аламын, менде қорқыныш жоқ, кез келген қиындықтан мен өте аламын. Қазір жасай алмасам, мен кейіннен жасап үйрене аламын деген сенімділік пайда болатын болады. Балалар әрқашан ойнайды, қозғалады, үнемі қозғалыста болады. Егер сіз ата-ана ретінде оның энергиясын, қозғалысын дұрыс бағытқа бұрмасаңыз, олар өзіне кез келген іспен айналысуды тауып алады. Дуалға сызады, білмеймін, кез келген затты қиратады, ол әрекеттер уже сізге ұнамауы мүмкін. Сондықтан да сіз жауапты ата-ана ретінде оның энергиясын дұрыс бағытқа жіберсеңіз, ол өзі түсінеді, энергиясын дұрыс бағытта қолданады. Артық истерика, өзін-өзі дұрыс ұстамау, ол нәрселерге уже жол берілмейді. Дәл осы ерте дұрыс дамумен жаттыққан балалар қиыншылықтарға төзімді келетін болады. Егер сіз процестерді, жаттығуларды біліп алатын болсаңыз, былайша айтқан кезде қаруланып алатын болсаңыз, балаңыздың шексіз потенциалын ашуға мүмкіндік аласыз. Және оның бақытты және табысты болашағының кілтін алатын боласыз. Ондай балалар өздеріне сенімді, мақсат қоя алатын, бақытты, сондай балалар болып өсетін болады.
Біз 2 күннен бері небәрі барлық ақпараттың 5%-ын ғана бердік. Ал 100% ақпаратты біз практикалық сабақтарда беретін боламыз. Ал енді мен сіздермен қоштасамын. Ертең сезім мүшелері туралы талқылайтын боламыз.